еш қашан өмірімде қатты шаршасам да, не жағдай болса да, өзіме рұқия жасамай еш қашан ұйықтамаймын. Себебі, маған олар бірнеше рет шабуылдады. Қашан өзіме рұқия жасасам, бөгет, дуал пайда болады. Сол түн есімде анық сақталды. Қателеспесем, оны ертеректе, сол кезде де сіздердің алдарыңызда айтқан едім. Сөйтіп өзіме рұқия жасап ұйықтауға жаттым. Әскарларды оқып, алақаныма үрлеп, үстімді түгел сипадым. Есімде анық қалды. Жаңағы нәрсе бөлмеме кіріп, маған қарай тіке келе жатып, тоқтап қалды. Себебі, қасыма келіп, маған зиян беретін күші болмады. Өйткені мен Ықылас, Фәлақ, Нәс сүрелерін, Аятул Курсиді, Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқып, өзіме дем салған едім. Осы себепті жаңағы нәрсе менің арамда кедергі пайда болды. Сіздерге айтарым, әрдайым әскарларды айтып жүріңіз. Және әрдайым ұйықтардан бұрын өздеріңізге дем салыңыздар. Сонда, иншалла, бұл сіздерге қорған болады.